Сәлем, менің сүйікті достарым. Сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен чебуреки жасаймыз. Ол үшін біз ыстық судың үстіне, міндетті түрде ыстық болу керек. Оның үстіне тұз қосамыз. Араластырамыз. Оның үстіне суды құямыз. Енді оның үстіне май құямыз. Жақсылап қамыр илеп аламыз. Достары, біз уже қамырымызды илеп алдық. Енді біз бұны 10 минутқа қойып қоямыз. Енді салмасын жасаймыз. Менде кәдімгі сиыр еті, менікі майлы, ал егер де сіздердің еттеріңіз құрғақ болатын болса, оған су немесе сұйық май қосуға болады. Енді біз фарштың үстіне пияз, дәміне қарай тұз және де бұрыш қосамыз. Араластырамыз. Салмамыз дайын. Енді қамырымызға кірісейік, біз бұны майда доңғалақ бөлшектерге бөліп аламыз. Достар, енді біз бұларды жайып чебурекимізді жасаймыз. Егер де сіздердің чебуректеріңіз үлкен болатын болса, үлкен бөліктерге бөліп аласыздар. Достар, қамырымызды жұқалап жайып алдық. Енді біз оның ішіне салмасын саламыз да, үстіп жартысына дейін реттестіріп тастаймыз. Сосын бүйтіп жабыстырамыз екі бетін. Және шет-шетін вилкамен әдемілейміз. Осылайша барлық қамырдан істеп шығамыз. Чебурекиларды жасап атқан уақытта табаға майды құйып қыздыра береміз. Достар, біздің майымыз қызды, майдың қызып тұрғаны маңызды. Енді біз бұларды отқа қоямыз. Орташа отта пісіреміз. Міндетті түрде орташа отта пісіру керек, себебі оның ортасы піспей қалуы мүмкін. Енді аударамыз. Чебурекиміз пісті. Және де осылайша барлық чебурекиді пісіріп аламыз. Достар, біздің чебурекиларымыз дайын, иісі күшті болып шығып, тәбетті болып тұр. Сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Егер де сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып, арнама жазылып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сол кезде менің шығарған видеоларымды бірінші көресіздер. Ендеше ас дәмді болсын. Сау болыңыздар.